Қайырлы таң, құрметті көрермен. Еліміздің химия ғылымы саласында қандай жаңалықтар болып жатыр? Бұл жайлы Сокольский атындағы органикалық катализ және электрохимия институтының аға ғылыми қызметкері, химия ғылымдарының кандидаты Дамир Бақытұлынан сұрап көрейік. Рұқсат па? Сәлематсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Сіздерде болып жатқан жаңалықтармен танысайық деп келдік. Келіңіздер, жаңалықтар көп бізде. Сіздер Дүниежүзілік банктың технологияларда коммерциализациялау бағдарламасының грант иегерісіздер. Ары қарай қандай жоба жүзеге асады? Мұнай өндіретін жерлердегі ілеспелі газ бен табиғи газдарды өңдеу. Осы газдарды қазіргі кезде факелдерді жағады. Немесе өзі қолдану үшін отын ретінде қолданады. Химия өнеркәсібіне маңызды заттарды алу үшін. Біздің жұмыстың тақырыбы жеңіл алқандарды каталитикалық конверсия арқылы өндіріске маңызды заттар алу. Маңызды заттарға кіретін олефиндер, ароматикалық қоспалар, синтез газ, метанол болады. Біздің мақсат осы этиленді алу. Қазіргі қазақ елінің экологиялық ахуалы көпшілікті алаңдатып отыр. Әсіресе мына өнеркәсіптер мен көліктерден шыққан газдарды залалсыздандырудың қандай да бір жолы бар ма? Қазіргі кезде мұнай өндіретін жердегі газдар, факелдер жағылады. Біз өзіміздің технология бойынша осы екі қондырғыны ұсынып жатырмыз. Біз екі реакторды қолдансақ, бірінші реактордағы ілеспелі газдарды өңдейміз, жылытамыз. Екінші реакторға барады да катализатордан өткеннен кейін заттар ары қарай колонналарға жіберіледі да этилен пайда болады. Этиленді ары қарай қолданғанның кезде келесі нефтехимиялық процеске қолданамыз. Полимеризациялау деген процесс. Одан өткеннен кейін біз полиэтилен аламыз. Негізгі мақсатымыз мына факелді өшіреміз. Факел өшкенде мұнайдан шығатын ілеспелі газдар өңделіп, тиімді тауар шығарамыз. Сонымен қатар сіздер химия өнеркәсібінің барлық дерлік процестерінде қолданылатын катализаторларды сынаумен де айналысып жүрсіздер. Соны қазір көрерменге көрсетуге мүмкіндік бар ма? Негізі осы Қытайда мұнай химия компаниясының ғылыми зерттеу институты біздің жұмысымызға қызығушылық танытып жатыр. Сол үшін біз былтыр ірі сынаудан өткенбіз. Өзіміздің катализаторларымызды апарып. Катализаторлар дегеніміз екі заттан тұрады негізінде. Ол тасымалдағыш және белсенді фаза. Біз тасымалдағыш ретінде табиғи және синтетикалық тасымалдағыштарды қолданамыз. Міне қазір Ердәулет табиғи тасымалдағышты нано өлшеміне дейін жеткізу үшін процесін жұмыс істеп жатыр. Тасымалдағышты өлшеп, ұнтатайын деп жатыр. Ұнтатқышқа саламыз, осылай 5 минут тұрады. Енді жабады, 10 минутқа қойдық, 10 минут тұрады. Енді шығарамыз. Осындай нано өлшемді түрінде болады. Активті белсенді фазаны қосамыз, 2-3 грамдай өлшеп әкелді тасымалдағышты. Белсенді фазаны енгіземіз. 5 мл-дей енгізгенде араластырып тұру керек міндетті түрде. Өйткені бүкіл тасымалдағыштың бетіне сіңу керек активті белсенді фаза. Араластырғаннан кейін біз бұны кептіреміз. Бір тәулік қойып қоямыз, осы бөлмеде қалдырып. Келесі күні біз 600 градуста 3 сағат муфильді пеште ұстаймыз. Көріп тұрғандай түсі де, өңі де әртүрлі болады. Тасымалдағыш пен белсенді фазаны қосып, пішінін беріп, кептіріп, дайын болған кезде осыны катализатор дейміз. Ары қарай біз осы дайындаған катализаторларды зерттеу жұмыстарына қолданамыз. Сол үшін реакторға белгілі мөлшерде саламыз. Салғанда катализатор ортасында орналасады. Біз реометр арқылы 2-3 газды қоспа ретінде реакторға береміз. Берген кезде температура арқылы сонымен қатар
катализатор арқылы химиялық реакциялар жүреді. Бүгінгі күні химия саласында ең өзекті мәселе деп нені айтар едіңіз? Негізгі өзекті мәселелердің бірі осы қазір салада жұмыс істеп жатқан ғылыми зерттеу институттары болсын, ұлы ғалымдар болсын айтып жатыр. Ол өндіріспен ғылыммен байланыс жоқ. Жастар жұмыс істейді, бірақ өндіріске барып енгізген жұмыстарын көре алмайды нәтижесін. Осы мәселе шешілсе, өндіріске де жақсы болушы еді, жас ғалымдарға да жақсы болушы еді, өкіметке де өте тиімді болушы еді деп есептейміз. Дамир Бақтұлы, сұхбатыңызға үлкен рахмет. Сіздердің ғылым жолындағы еңбектеріңізге табыс тілейміз.